Сабақтың тақырыбы: Қаңлылардың қалалық мәдениетінің дамуы. Зерттеу сұрағы: Қаңлыларда қала мәдениетінің дамуы немен байланысты? Бұл сабақта біз жібек жолы туралы білеміз. Қаңлы мемлекетінің көрші елдермен қарым-қатынасын анықтаймыз. Жансянның саяхаты. Қытай императоры Уди біздің заманымызға дейінгі 138 жылы батыста жатқан алыс елдерге елші жібереді. Жансян бастаған елшілік қазіргі Ферғана, Самарқан, Жетісу сияқты өңірлерде болып, өздерімен бірге жібек өнімдерін ала барған. Олар Қаңлы мемлекетіне де барады. Арада 13 жыл өткенде Жансян мен оның құлы Қытайға оралады. Олар барған жерлерінің тауарын алып келеді. Тағы да 10 жыл өткен соң осы саяхатшымен бірге Қытайдан батысқа жібек артқан керуен аттанады. Бұл жібек жолының бастамасы еді. Бұл қызықты. Жібек табиғи өте жіңішке жіп. Оны тұт жібек құртының қуыршағынан алады. Қуыршақтағы жібек жібінің ұзындығы 700-800 метрге дейін жетеді. Жіп өте жіңішке болғандықтан бірнеше қуыршақтың жібін біріктіреді. Қытай елі мыңдаған жылдар бойы жібек өндіруді құпия ұстаған. Қытай елшісінің сапары. Ең ұзақ тармақ. Жібек жолы Хуанхэ өзені аңғарынан басталды. Қытайдан батысқа бағытталған сауда жолының бір тармағы Жетісу мен оңтүстік Қазақстан арқылы өткен. Сырдария бойымен жүретін бағыт Қаңлы мемлекетінің аумағынан өтті. Біздің заманымызға дейінгі 3-1 ғасырлар аралығында Қаңлылар Сырдария, Арыс, Талас өзендерінің алқаптарында, Қаратау аңғарында өмір сүрген. Сол уақытта олар шығысында үйсіндермен, батысында аландармен, оңтүстігінде Ферғанамен шекаралас болды. Қаңлылар Қытай, Рим және Кушан елдерімен сауда, экономикалық және саяси байланыстар орнатты. Қаңлы мемлекетінің аумағы. Сауда жолын бақылау. Қаңлы мемлекеті өз жермен өтетін ұлы жібек жолын үнемі бақылауда ұстауға ұмтылған. Сауда жолдары үшін бақталастық күшейді. Оларға шығыс шекарадан Қытайдың қолдауына ие болып отырған үйсіндер қысым жасады. Қаңлылар үйсіндерге де, Қытайға да бірдей қарсы тұра алатын одақтас іздеді. Сондықтан Қаңлы билеушісі өз қызын Ғұн патшасы Чжи-Чжиге ұзатып әскери одақ құрды. Біздің заманымызға дейінгі 46-36 жылдары Қаңлылар Қытайға қарсы тұрған ғұндарға көмек көрсетті. Мақсатты анықтаңдар. Уди неліктен батыс елдерге Жансян бастаған елшілік жіберді? Қалаларды орналастырыңдар. Қаңлы мемлекетінің аумағында Қазақстанның қазіргі заманғы қай қалалары орналасқан? Оларды 3-ші суреттегі картаға қарап, кескін картаға түсіріңдер. Ұлы жібек жолын бақылауда ұстау қаңлыларға қандай мүмкіндіктер берді? Қаңлылар неліктен ғұндармен одақтасты? Жарайсыңдар. Өте жақсы.